Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен арайлым. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін Малибу салатын дайындайтын боламын. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Жұмыртқамызды қайнатып, барлық көкөністерімізді жуып аламыз. Дәл видеода етіп, ең алдымен қиярымызды 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Таза құрғақ ыдысымызға саламыз. Кейін қызанағымызды дәл осылай 4 бөлікке бөлеміз. Барлық қажетті заттарды төменде описаниеда жазып өтемін. Дәл осы жазған рецептім бойынша 8 порция салат шығады. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша азайтып, көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Мінекей, дәл видеода етіп, помидорымыздың барлығын 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Енді колбасамызды осылай 4 бөлікке бөліп, дәл қызанақ пен қияр секілді 4 бұрышты етіп кесеміз. Осылай барлық ингредиенттерді 4 бұрышты етіп кесіп, табағымызға салып аламыз. Сырты да өз қалауларыңыз бойынша басқа сыр қолдансаңыздар болады. Мен эмир сырын пайдаландым. Мінекей, осылай бөліктерге бөліп, оны да дәл басқа көкөністер секілді 4 бұрышты етіп кесіп алдым. Жұмыртқамызды алдын ала қайнатып алғанмын. Ішіндегі сары уызын алып тастап, тек сыртқы ақ уызын осылай 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Енді үстінен көз мөлшеріне қарай майонезді қосасыздар. Мінекей, осындай өте керемет салаттардың бірі болды. Сеуіп болғаннан кейін үстінен осылай 5-6 керешкеден сеуіп қоюларыңызға болады. Керешкеді араластырып жіберсеңіздер жібіп кетуі мүмкін. Сол себепті қонақ келерден алдын араластырып үстіне осылай керешкеді сеуіп ұсынған жақсы.